Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай бір жұмыртқадан миксерсіз жасалатын кекс дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаға бір пиала немесе осындай кесе шекер, бір кесе сұйық май, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Бір кесе сүт, және 2 кесе ұнды саламыз. Бірінші кеседе осылай қопсытқышты қосып жіберіп, електен өткізіп салып, осылай жақсылап іртігі кеткенше араластырамыз. Одан соң қалғанын осылай салып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Кекске қалған нәрселеріңіз қоссаңыздар болады. Шоколад, вареная сгущенка, өз қалауларыңызша. Мен осындай конфеттің қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Кекске құятын осындай формаларымызды дайындап, барлығына толтырмай құйып шығамыз. Дәл осы рецепт бойынша менде 19 кекс шықты. Өте дәмді болады. Қатты толтырмаймыз. Ыдысымызға кекстарды осылай құйып жатқан кезде пешімізді қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салыңыздар, сол кезде көтеріліп жақсы шығады. Бір сілкіп алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей осындай өте дәмді, оңай, өте тез жасалатын кекстарымыз дайын болды. Мінекей осылай керемет болып пісіп шықты. Енді осылай екінші рет кекстарды пісіруге жібердім. Олар да осылай пісіп шықты. Міндетті түрде осылай кекс жасап көріңіздер. Ас болсын.